Сәлеметсіңдер ме, екінші сынып оқушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мынау қонжық па? Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – это медвежонок. Ең алдымен балалар, жаңа сөздермен танысып, оларды жаттап алайық. Для начала познакомимся с новыми словами и выучим их. Қатты. Қатты. Твердый, твердое, твердые, твердые. Жұмсақ. Жұмсақ. Мягкий, мягкое, мягкое, мягкие. Тағы бір қайталайық. Қатты. Қатты. Жұмсақ. Жұмсақ. Ал енді балалар, мәтінді оқып аударайық. А теперь, ребята, прочитаем и переведем текст. Менің досым көп. Мен достарыммен ойнаймын. Менің көп мәшинем бар. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Ол әдемі. Аннаның қонжығы бар. Ол жұмсақ ойыншық. У меня много друзей. Я играю с друзьями. У меня есть много машин. Моя машина ездит. У Анель есть кукла. Она красивая. У Анны есть медвежонок. Это мягкая игрушка. Ал енді сурет бойынша сұрақтарға жауап берейік. А теперь ответим на вопросы по картинкам. Это у нас машина. И вопрос у нас мынау не? Что это? Это машина. Бұл немесе мынау мәшине. Бұл мәшине, мынау мәшине, это значит, это машина. Мәшине қандай ойыншық? Машина какая игрушка? Твердая или мягкая? Машина твердая. Поэтому отвечаем мәшине қатты ойыншық. Ребята, обратите внимание, вопрос «қандай» мы убираем в ответе и вставляем правильный ответ. Твердый, значит қатты. Мәшине қандай ойыншық? Мәшине қатты ойыншық. Тағы бір қайталап оқиық. Мынау не? Мынау мәшине. Мәшине қандай ойыншық? Мәшине қатты ойыншық. Мынау не? Что это? Мынау қонжық. Это медвежонок. Қонжық қандай ойыншық? А теперь у нас спрашивают. Медвежонок какая игрушка? Твердая или мягкая? Мягкая игрушка. А мягкая на казахском жұмсақ. Қонжық, жұмсақ, ойыншық. Тағы бір қайталап оқиық. Мынау не? Мынау қонжық. Қонжық қандай ойыншық? Қонжық, жұмсақ ойыншық. Ал енді суретті пайдаланып сөйлем құрап айтайық. А теперь мы должны составить предложение по данным картинкам. Первый у нас Альбек. У него есть машинка. Альбектің мәшинесі бар. Следующий у нас Анна. У нее есть медвежонок. Аннаның қонжығы бар. Дальше у нас Анель. У Анель есть кукла.
Әнелдің қуыршағы бар. И последний у нас Саша. У Саши есть щенок. Сашаның күшігі бар. Тағы бір қайталап оқиық. Әлбектің мәшинесі бар. Аннаның қонжығы бар. Әнелдің қуыршағы бар. Сашаның күшігі бар. Ал енді балалар, қажетті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырып оқиық. А теперь, ребята, с данными ключевыми словами мы должны дополнить неполные предложения. Ключевые слова – это қажетті сөздер. У нас их 6. Қонжығы – это медвежонок. Ән – песня. Көп – много. Сөйлейді – разговаривает. Қуыршағы – кукла. Жүреді – ходит. Либо ездит. Первое предложение. Менің мәшинем көп. У меня много машин. Мәшинем жүреді. Машина ездит. Әнелдің қуыршағы бар. У Анель есть кукла. Ол ән айтады. Она поет. Аннаның қонжығы бар. Ол сөйлейді. У Анны есть медвежонок, он разговаривает. Тағы бір рет оқып шығайық. Менің мәшинем көп. Мәшинем жүреді. Әнелдің қуыршағы бар. Ол ән айтады. Аннаның қонжығы бар. Ол сөйлейді. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.